Дінімізде әйелдің орны. Сұрақ: қазіргі таңда өмір бәрін ортақ, еркекте, әйелде тең деген сияқты сөздер айтылып, әйелдерге зұлымдық жасалуда. Ең ауыр, ең төмен жұмыстарда да әйелдер жүреді. Ислам дінінде әйел адам үй ішінде және сыртында жұмыс істеп ақша табуға мәжбүр ме? Дініміздегі әйелдердің құқылары қандай? Сол жайында мәлімет бересіз бе? Жауап: ислам діні келместен бұрын әйелдердің ешқандай қадірі жоқ еді. Арабтар қыз балаларын тірідей көметін, қағбаның айналасында да әйелдер жалаңаш жүре беретін еді. Ислам діні келгеннен бастап бұл жаман әдеттер жойылды. Қазіргі заманда да әлемнің көптеген жерлерінде әйелдерге қорлық көрсетілуде. Бір жазушы әйел былай дейді: көрмелерге барған сайын сандарын жалтыратып, соңғы модель машинаның үстіне отырған қысқа етекті юбка киген тірі манекендерді көргенімде ішім ашиды, жаным сыздайды. Сондай-ақ оларға таң қаламын. Азды көпті өзін қадірлейтін бұл әйелдер ол жерде тұрып әлгі машиналардың аксессуары секілді өзінің саудаға салынуына қалай төзе алады? Әйел затын мұншалықты төмендететін осындай әйелдерге де және оларды сонда отырғызып тауарын сатуға тырысатындарға да ішім ызамен қайнайды. Әйелдер ислам дінінің өздеріне берген қадірін, жеңілдігін, еркіндігін білсе, бүкіл дүние жүзінің әйелдері бірден мұсылман болар еді. Мұсылмандықта әйел сұлтан. Дініміз әйелге көп қадір берген, ал еркекке көп жауапкершілік жүктеген. Исламда әйел үй ішінде және сыртында жұмыс істеуге, ақша табуға мәжбүр емес. Тұрмыста болса, күйеуі тұрмысқа шықпаған болса әкесі жоқ болса, ең жақын еркек туысы еңбек етіп, оның қажеттіліктерін қамтамасыз етуге мәжбүр. Жақын туысы жоқ болса, немесе кедей болса, байтул мал, яғни мемлекет қазынасы әртүрлі қажеттіліктерін қамтамасыз етуге міндетті. Исламда күн көріс жүгі еркек пен әйел арасында бөлістірілген емес. Ешбір еркек әйелін егін мен бақшада, зауыт фабрикада немесе қандай да бір жұмыс орнында еңбек етуге мәжбүрлей алмайды. Егер әйел өзі қаласа және күйеуі бұған разы болса, әйел өзіне ыңғайлы болған жұмыста істей алады, бірақ тапқан табысының бәрі өзінікі болады. Мұсылман әйелі сауда-саттық, ғылым, өнеркәсіп, егіншілікпен шұғылдануға мәжбүр болмаса да, бұлармен шұғылдануына, ақша табуына тыйым салынған емес, харам да емес. Бірақ бұлармен шұғылданғанда және ілім үйренгенде еркектер арасына кірмеулері, оларға ашық күйде көрінбеуі, харамнан ұзақ болуы керек. Әйелдің жасаған күнәларының жазасын оған сол күнәні жасауға рұқсат берген еркек те тартады. Ал еркектің жасаған күнәсінің әйелге зияны жоқ. Мұсылман әйелдің үй істерін атқаруы оның өз басына жасаған ихсаны, жақсылығы саналады. Өте сауапты болады. Жасамаса күнә емес. Ешкім мәжбүрлеп жасата алмайды. Расулулла алейхиссаламның дәуірінен осы күнге дейін мұсылман әйелдер бұл ихсанын орындап келген. Әрбір әйел бір еркектің қызы, не әпке қарындасы, немесе әйелі, не болмаса анасы. Әйелдерге жаман, әбес нәрселерді лайық көрмеу керек. Оларды лайықты түрде қадір тұту керек. Хадис шарифтерде былай делінген: Мумин жаман мінезді деп әйеліне ашуланбасын, оның жақсы мінезді болады. Әйел әлсіз жаратылыс, әлсіздігін үндемеу арқылы жеңіңдер. Үйдегі кемшіліктерін көрмеуге тырысыңдар. Әйелімен жақсы мәміледе болып қалжыңдасқан адамды Аллаху тағала жақсы көреді, ризықтарын арттырады. Мұсылмандардың ең жақсысы, ең пайдалысы әйеліне ең жақсы, ең пайдалы болған адам. Сендердің араларыңда әйеліңе ең жақсы, ең қайырымды, ең пайдалы болған менмін.
Әйеліне күлімдеп қараған еркектің амал дәптеріне бір құл азат еткендей сауап жазылады. Әйелдерді тек текті және абыройлы адам ғана қадір тұтады. Оларды тек жаман және төмен адамдар ғана қор көреді. Сұрақ: исламда әйелдердің қадірі жоқ деп айтылып жатады. Исламда әйелдердің орны қандай? Жауап: дінімізді білмейтін адамның исламның әйелге берген қадірі туралы айтуы соқыр адамның пілді сипаттап беруіне ұқсайды. Бір соқыр кісі пілдің аяғынан ұстап, піл тірек сияқты дейді. Басқа бір соқыр адам пілдің денесінен ұстап, піл дуал сияқты дейді. Тағы бірі пілдің тұмсығын ұстап, піл жылан сияқты дейді. Көрген адам мен көрмеген адам бірдей болмайтынындай, білетін адам мен білмейтін адам да бір емес.